Сәлем достар, сіздермен бірге мен Қаз Фильмс. Бүгін мен сіздерге Плохая партия фильмін баяндайтын боламын. Бұл қыз цивилизация жетпеген Техастың шөл даласына келеді. Ол осы жерге автобуспен келген болатын. Және де қоршаудың ар жағына өткеннен кейін оның қарны ашып сөмкесіне салған азық-түлігімен азықтанады. Ол бұл жерден алысқа кетпеңіз деген ескерту жазбасына қарамастан ары қарай кетіп қалады. Кейін ол шөл даладан күннің астында қуарып, күнге күйіп тұрған ескі автокөлікті тауып алады. Және ішіне отырып біраз демалады. Сол кезде артқы айнаға қарап еді, ол жерге ерлі-зайыптылар келе жатыр екен. Ол қашуға қатты тырысқан болатын, бірақ оны ұстап алады. Ол байлаулы жатқан болатын. Кенет оның қасына бір әйел келіп, оның қолын кесіп тастайды. Қолы аз болғандай оның аяғында кесіп алады. Олар оның денесінен тамақ жасап жейді. Қыз адам жегіштерге тап болғанын түсініп, бұл жерден қашпаса одан дым қалмайтынын түсінеді. Қыз оларды жеркендіру мақсатында өзінің нәжісін үсті басына жағып тастайды. Бұны көрген кемпір оны жууға, оны сүйреп алып кетеді. Кемпір су әкелуге кеткенде ол қыз жанында жатқан арматураны көріп, оны құмның астына жасырып қояды. Кемпір ары қарап тұрған кезде ол арматураны алып оны ұрады. Және де басынан да бірнеше соққы береді. Және ол өзінің скейтін тауып алып, оны арқасына қойып, белмен сүйреп оқиға орнынан қашуға тырысады. Ол қыз өте ауыр жаралы болатын, және де күн ыстық болатын. Сондықтан ол алысқа бара алмайды. Оны біреу көріп арбаға салып алып кетеді. Осылайша арадан 5 ай өтеді. Қыз өзінің аяғына протез салған болатын. Ол әжептәуір сауығып қалған болатын. Ал бұл жігіт Майамидегі ең мықты гангстерлердің бірі болатын. Және де ол бағанағы адам жегіштердің бастығы болатын. Олар тағы бір қаңғып жүрген қызды ұстап алған болатын. Және ол қыз одан жалынып, жіберуін талап етіп өтінеді. Бірақ ол жігіт оған тыңдамай мойнын бұрап жолынан үзіп жібереді. Кейінірек осы қаншер жігіттің отбасындағы бір адам, ол ендігі адам етін жеуден шаршағанын, және де одан жүрек айнитынын айтады. Бұл жігіт отбасын адамдардың етімен тамақтандырып жүрген болатын. Сол себептен ол әйел қызын ертіп алып гольфтің машинасымен тоқ басарға бірдеңе іздеуге шығып кетеді. Бұл уақытта өткендегі адамдардан жапа шеккен қыз револьвер тапаншасын оқтап алып, кек алу мақсатында оларды іздеп жүрген болатын. Ал ол қаншер жігіттің отбасы қоқыстан заттар іздеп жүрген болатын. Сол кезде ол әйел құлап кетіп өзін жаралап алады. Бұл уақытта қыз өткенде өзін адам жегіштер алып кеткен гольф машинасын көріп, және оның есіне түседі. Содан кейін ол жақын маңнан оларды іздеп, және оны табады. Бірақ қыз ол жерге жақындап еді, бір әйел мен кішкентай қыз тұрғанын көреді, және оның көзіне олар адам жегіш ұқсап көрінбейді. Содан қыз олардан күдіктеніп, олар қай жерден екенін сұрайды. Бірақ әйел бір нәрсені сезгендей болып, оған жауап беруден бас тартып тұрады. Бірақ ақыры айтуға тура келеді. Ол өзінің адамдарды пышақталатын жерден екенін айтады қызға. Бірақ әйел оған түсініспеушілікпен қарауын өтінеді. Өйткені олар осылай ғана жан бағып отырғанын айтады. Бірақ ол әйел қызға да айтады: сен де жаман партияда болғандықтан біз де жаман партиямыз, сондықтан келісімге келейік дейді. Бірақ қыз оны тыңдамайды. Қатты ашуланған қыз бойын кек кернеп, көзі қанталап, ол әйелді атып өлтіреді. Және оның қасында тұрған қызы оны оятуға тырысады, бірақ ол өлген болатын. Және ол кішкентай қызды өзімен бірге ертіп алады. Оны сырттан сол партияның бір мүшесі қарап аңдып тұрған болатын. Және ол кішкентай қызға өзіне ұнайтын қоян сыйлыққа береді. Ақыры олар Техасқа келеді. Бұл уақытта Майамиде бағанағы қаншер жігіт әйел мен қыз ұзақ уақыт жоқ болып кеткенге оларды іздеп жүрген болатын. Ол айналадан бір шалды тауып алады, және де өзінің салған портретін ол шалға көрсетеді. Және де ол шал оның қызын көргенін айтады. Ол сөзді естіген жігіт шалдың жағасынан ұстай кетіп, оны қайда екенін айт деп оған сұрақ қояды. Және де шал үндемей ғана қолын сермеп, оған өзінің 90-60-90 фигурасының портретін сыздыруды талап етеді. Және ол өзін әдемі деп санайтын сияқты. Кейін ол суреті сызып болғаннан кейін ол оны қай жерден іздеу керектігін айтады. Мен бірінші бөлімнің осы жерден аяқтайды. Егер де сіздерге ұнаса, арнаға тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыз. Сол кезде екінші бөлімін өткізіп алмайсыздар. Белсенді болыңыздар. Және де менің арнама кіріп, қызықты анимелер мен бойка фильмдерін қарап кетіңіздер. Менің арнамда өте қызықты видеолар бар. Кіріп, қарап, жазылып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Қаз Фильмс. Келесі жүздескенше.